қайырлы күн. Мен бүгін таңда осы логопед-дефектолог саласын таңдап өздеріңізбен сұхбат алуға келіп отырмын. Жалпы бірнеше сұрақтарым бар, соларға жауап алсам дегенмін. Енді бірінші сұрақ, жалпы осы салаға деген өзіңіздің қызығушылығыңыз қалай болды, осы салаға қалай келдіңіз, сол туралы айтып берсеңіз? Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Бұл салаға мен өзім қызығушылығым қазіргі таңда именно осы сала бойынша тіл кемістігі көп қой қазіргі таңда балалар. Сол кішкентай балалармен өзім жұмыс жасағанды баяғыдан кішкентай кезімнен жақсы көремін. Сондықтан осы салаға заман талабына сай болғандықтан келдім. Осы мамандыққа кішкентай балалармен жұмыс жасағанды жақсы көргендіктен таңдап келдім. Балалармен жұмыс деген жалпы өзіңізге қандай қиындықтары бар, қандай артықшылықтары бар дегендей? Балалармен жұмыс істеген өте қиын, ответственность өте көп. Себебі ол балалар өздері біріншіден кішкентай болғандықтан, екіншіден өздерінің ойларын жеткізе алмайды, олар керек заттарын жеткізе алмайды, айта алмайды, өздерінің ойларын толыққанды айтып жеткізе алмайды. Қиындықтар сода. Енді осы салада жұмыс істеп келе жатқаныңызға неше уақыт, неше жыл болды? Мен бұл салаға 2007 жылдан бері осы саладамын. Қазіргі таңда получается 19 жыл болып тұр ма? 19 жыл болып тұр. Енді осы салаға қандай кеңес бересіз, осы салаға түсуге, осы саламен жұмыс атқаруға? Бұл салаға түсуге енді сізде ең біріншіден өзіңіздің алдыңызға деген нақты қойылған мақсатыңыз болу керек. Балаға деген подход болу керек біріншіден. Әр баланың мінез құлқы әртүрлі болғандықтан, әр баланың өзінің әртүрлі подходы болады. Кейбір бала еркелетіп, жақсы көргенді жақсы көріп тұрады. Кейбір балалар кішкене қатаңдықты жақсы көріп тұрады. Сондықтан ең біріншіден алға қойған мақсатыңыз анық, айқын болу керек. Мен осы мамандықты алып кете аламын, мен осы мамандықта жұмыс жасай аламын, балалармен толыққанды қарым-қатынасқа түсе аламын деген алдыңызда ең біріншіден мақсат, міндет сол болу керек.